Алладан күткеннің дейді, екі бүйірі шығады дейді. Адамдан күткеннің екі көзі шығады дейді. Алладан күткенге бәрі жақсы болады. Мұнда да халық тұрады мүмкін. Айдарбеков. Қаланың әкімі Арыстанбек кім? Өтер ғана Фейсбукқа шығып, ана біз алдадымды да жинап суретке түскеннен сен халыққа жақсылық жасап жатқан жоқсың. Сонымен мына жазда сасып жатады. Бір рет даже өртеп жіберді оны. Оны ешкім қарамайды. Оны мен пожарный шақырсам, неге шақыртасыз? Енді өртеніп жатыр ғой, маған келеді ғой оның бәрі. Мынау кезінде балалар үйі болған. Кейіннен өртенді де балалардың бәрі басқа жаққа таратылды. Есейіп мектеп бітіргендері жан жаққа кетті. Бүгінгі кейпі осы. Алкаштардың жиналатын жері. Мына жерден еш деген, мен мына бұрышта тұрам, кейбірде жел маған соқса, маған жел бұлай қарай соқса, осылай қарай еш деген мүмкіндік. Қазір мен әрең тұрмын. Аудан әкімі Айдарбеков осыдан 2 жыл бұрын сайланған кезде біз алып келдік. Қала әкімі Күрішбеков, одан кейін қазіргі мына қала әкімі айтып жатырмыз. Енді біз президентке дейін жаздық. Ешқандай нәтиже жоқ. Ешқандай. Біз қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Үйге қонақ алып келуге ұяламыз. Мынау көше Айвазовский. Сан берілген көше. Айдарбеков, Игібаев, қаланың әкімі қайда қарабасыздар? Арғы есіктен кіреді, толған мусор мынау. Кім әкеледі ол мусорға? Жолдан кетіп барады, тоқтайды, лақтырады. Ал енді мынаның бәрін тазалап, алып тастап, мына жерден бір балалар ойнайтын алаң жаса деген бізге қанша жыл болды? Мен жүргенім 3 жыл болды. Бір адам қозғалмайды ғой, олар қозғалады. Ертең осы жерде бір бала зорланса, Құдай сақтасын. Біреу өлсе, сонда тиеді. Айдарбеков келеді, кетеді. Айдарбеков келеді, кетеді. Мынау не? Қайда таза Қазақстан қайда? Президентімізді айтып атқан таза Қазақстаны қай жерде? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден сұрайтынымыз, мен халықтың атынан сөйлеп тұрмын мына жерде. Халықтың атынан. Мына Айдарбековке қаланың әкіміне Игібаев деген депутаттың атын жамылып жүрген, экологияға атын жамылып өздерінің жұмыстарын шешіп жүрген адамдарға қылмыстық іс ашыңыздар. Мынаны тазартқызыңыздар. Бұнда да халық тұрады. Бұла Уфимский көшесі. Протокол бар. Талғар ауданының әкімі Айдарбеков осында келіп, уәде беріп, мына көшені асфальтатып берем деді. Арық жасайын деді. Ал енді жаңағы тиктокта жүрген қазіргі әкім тиктокта жолды аралап жүргенге дейін осында әкімдікке сайланатын кезде келіп, 2 рет, 3 рет келіп, халықпен кездесіп, мен мына жолды жасап берем деді. Өтірік болатын болса, жазбалары бар. Ассалаумағалейкум. Тиктоктан ғана көреміз, бүкіл Қазақстанға әйгілі болып кеттіңіз ғой. Ал енді содан кейін 6 ай өтті, 2 рет шақырдық, екеуінде де келмейді, орынбасарын жібереді. Өйткені келуге бет жоқ. Ал енді бұлардың ар жағының бәрі мусор. Депутат, мәслихат депутаты, экология тобына жетекшілік етеді. Игібаевқа тағы да сұрақ қойғым келеді. Мына мусорларды кім жинайды? Мынау кезінде осы балалар ойнасы деп поставили, играли площадку. Возьмите, здесь сделайте, благоустройте его, так сделайте. Уже столько лет прошел, вот в каком состоянии, видите? Осыдан 10 жыл бұрын қатты сел болған кезде үкіметтің қаржысына салынған канал. Сол кезде мен айтқам, бұл үлкен свалка болады, егер қарамаса деді. Қазір үлкен свалкаға айдалды. Өте рахмет үкіметтің халыққа жасаған жақсылығы. Бірақ осыны қалай пайдаланып отыр? 60 адам қол қойылған, президенттің атына да жазылған, мынау арыз. А мынау протоколы. 2023 жылы Айдарбеков әкім болып сайланғаннан кейін осындай протокол жазып, уәдесін беріп кеткен, қазір 2,5 жыл болды. Мынау арыз. Осы арыз қайталанып жазылды президенттің атына.
президенттен қорықпайтын қандай адамдар әкімдер екенін мен білмеймін. Талғар қаласының орталық көшесі Рысқұлов атындағы көше. Мына қарама қарсы тарихы 70 жылдан асып кеткен колледж, аудандық кітапхана, мына жақта мәдениет үйі, бақыт сарайы. Ал енді біз бірақ жерде көрсетіп отырмыз, осындай Талғар қаласының орталығында ит, мысықтың өлекселері жетерлік. Қаншама иттің, қаншама мысықтың өлекселері жатыр осы Талғар қаласы бойынша. Әкім қайда қарап жүр? Аудан әкімі Айдарбеков. Талғар қаласының әкімі қайда қарап жүр? Осыған көңіл аударса екен,